является стандартизированным и вот как будто представители человека разговаривают, что свою оценку дает. Это вот интеллектуальная. Он только на английском будет? Это международный будет фиксироваться? Либо каждый выбор будет на казахском, Выбор каком-то остается. Но будет возможность. выбор будет возможность, выбор всегда остается. Но вместе с тем мы хотим даже содержание авторизации детей при приеме как плейсмент есть. Скажите, пожалуйста, полномочия считаются вашим ведомством? Вы дополнительно бірден үлкен өзгеріс болмауы. Бірінші этапта бұл 5 жылдық жоспар. Бірінші этапта біздің әріптестеріміз, яғни тест жасақтаушы ғалымдар ITS компаниясына барып, арнайы оқиды өтуді. Қазіргі таңда ұлттық тестілеу орталығының орынбасары Нұрсұлтан Байжанов министр қаласында арнайы тағылымдама өтіп жатыр. ITS айтып var yeni nokta teşhis жасайтын компания. Если используется сиаридар екі жарым мың доктор тест жасаушы ғалымдар бір жерде шоғырланған Кампус-Траванский университетінің өзінде. Екінші этапта біз халықаралық стандартқа сақталған методологияны әдістемені дайындаймыз. ITS өзінің сертификациясын береді. Сол әдістемеге сәйкес біз ақырындап жаңа форматқа көшеміз. Негізгі екі мақсатымыз бар. Бірінші мақсатымыз сапаны өзгерту. Қанша 20 жылдан астам курсты ұйымдастырып 90 жылға соңына келе жатыр. Бірақ сапаға әлі сын бар, наразылық бар. Сондықтан сіздерден сапа сұрағы өзгереді. Неге десеңіз, қазір тестілеу және бағалау мүлдем басқа деңгейге шықса, ғылыми жаңа өзгерістер бар. Бұрынғы қарапайым экономистер, бас тартып жатыр. Жасанды оның үстінен қасиеттерді бағалауға да мүмкіндік береді. Екінші үлкен мақсатымыз ол біздің УВТ жүйесін халықаралық қабылдау тест форматына көшіру. Яғни болашақта барласа қазір господарный государство негізінде болса, біздің талапкерлеріміз соны тапсырып, сол сертификатты кез келген шетелдік университеттерге де тапсыруға мүмкіндік.